Бүгінгі біздің су табиғат құбылысы деп аталатын тақырыбымызға байланысты өткізілетін тілдік бағдарымыз есімдік және жіктеу есімдігі деп аталады. Есім сөздердің орнына қолданылатын сөз табы есімдік деп аталады. Есім сөздер зат есім, сан есім және сын есім. Мағыналық ерекшеліктеріне қарай есімдіктер 7 түрге бөлінеді: жіктеу, сілтеу, сұрау, өздік, жалпылау, болымсыздық және белгісіздік есімдіктері болып бөлінеді. Есімдіктер де зат есімдер сияқты көптеледі, септеледі, жіктеледі, тәуелденеді, сөйлем мүшесі бола алады. Мағыналық 7 түрі бар есім сөздердің орнына қолданылады. Құрамына қарай дара есімдік, күрделі есімдік, жасалу жолына қарай негізгі және туынды есімдік болып бөлінеді. Бүгінгі сабақта біз жіктеу есімдігіне тоқталамыз. Белгілі бір заттық ұғыммен байланысты қолданылатын есімдіктің түрі жіктеу есімдігі деп аталады. Бірінші жақта айтушы жақ жекеше түрде мен, көпше түрде біз. Екінші жақ тыңдаушы жақ жекеше түрде сен, көпше түрде сендер. Және сыпайы түрде жекеше түрде сіз, көпше түрде сіздер. Үшінші бөгде жақ жекеше түрде ол, көпше түрде олар. Сонымен қатар жіктік жалғаулары жекеше және көпше түрде қолданылады. Ендеше тапсырмалар орындаймыз. Бірінші тапсырма: көп нүктенің орнына жіктеу есімдігін қойып жазыңыздар. Екінші тапсырма: сөйлемдегі бос орынға тиісті жіктеу есімдігін қойып жазыңыздар.